сторисқа шыққан жоқпын, өйткені сол соңғы сағатпен бөлісеміз деген сториста барлығы көрсін, күткендер, бізге неше түрлі әңгіме айтқандар барлығы көрсін дедім. Және де әуелі Алла, одан кейін шүкір Аллаға. Бұйыртса, Алла қаласа, мы ждем чудо, деймін. Рилсты салдым. Біраз уақыт болды. Өйткені бұл жаңалықты мен Таиландта естіген болатын жаңағы. Да, ну серьезно ма, еркекше ма деп жаңағыдай эмоция осылай бастан жеткіземін. Негізі біз Таиландқа ұшқан кезде, короче, сияқты Паттаяда артымызда салюттар атылатын қымбат, неше миллиондарға атылып атқан салюттар, короче, и сол шамнеске бірден айтам дейді. Осылай, деп қоясын, өзің еще градуспен. Мен андай блогер, өзімді пипес блогерін есептемеймін де, андаймын да, мен өзімнің оқырмандарыммен ашық сөйлесе беремін. Шыны керек, ол кезде сәл қызып алғанымыз бар еді, шетелде демалып жүріп қойын, ана момент айтады, эмоция, ұрып тұр прям, ішіңе сыймай, жылап, көзін бейт сырт қойып, деп қоясын. Көптен күткен осы жаңалығымыз, достар. Бізде асықпады, қалада асықпады. Бұл 2 жас қашан әке атануға дайын болды. Осылай, біздің жанымыз осылай, достар. Жан? Әркім жазып кеткен, не болып кеткен, қатты не көрші. Сенім. Жылап қалып, құдай күнің күйеу. Папаша, молодой папаша. Көре бересіз қазір. Прям вниманием бөліп төгіп жатыр ғой, ит төгіп. Құттықтауларыңызға өте қатты қуаныштымын, шынымен. Осы уақытқа дейін енді бәріңіз байқап жүрсіздер ғой, то, что мендегі қазіргі токсик жоқ. Өте қиын өтіп жатыр енді. Аллах тағалам берсе енді жеңілдігін берер. Және де берсе ертең менің өзімнің эмоциямын. Ол жерде прям менде қатты эмоция болды да, и менде андай прям әдемілеп видеоға түсіру деген ой вообще болған жоқ, прям жылап, наконец-то деген нәрсе, сондай іште деген қуаныш болды. Так что ертең күтіңіздер. Сіздермен бөліскенше асығып отырмын өзім.